жалықпас үйретуден балаға ақырын жүріп ұмытпас бүгінгі тектес балаға демекші бүгін бізден екінші топ гамет әдебиеттік оқу пәнінің сараладық. Яғни оның қазір біз мақсатын, міндетін және оқу жылдамдығының нормасын айтқымыз келіп отыр. Әдебиет оқу пәнінің негізгі мақсаты осы қазақ қоғамының және қазіргі заманауи ақындардың шығармаларын балдарға түсіндіру, пайымдату, және сол арқылы өмірде керектісін қолдану мақсаты әдебиет пәнінің негізгі мақсаты. Ал міндетіне келетін болсақ, бірінші міндеті ол бізде әдебиеттік оқи отыра қазақтың рухани қазынаны меңгерту. Екіншісі міндеті ол коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, оқылым, жазылым, айтылым сондай дағдыларын қалыптастыру. Үшінші міндетіміз ол ауызекі әдебиеті, балалар әдебиеті, сондағы шығармалардағы өзара қарым-қатынас сезімдерін, адамгершілікті үйрету, бір-біріне қарым-қатынасты үйрету. Одан кейінгі мақсаты оқу сапасын жетілдіру. Дауысталу түсіну оқуына деген сапаларды түсіндіру. Одан кейін оқырманның мәдениеттік дамуын, сөз әдебиетін меңгерту. Келесі, яғни сыни ойлауын қалыптастыру баланың. Одан кейін яғни көркемдік, танымдық сипаттық мәтіндерді саралау, талдау, қорытынды жасай білу. Одан кейінгі міндеті яғни алған білімдерді өмірде шешіп қабылдауға қолдану. Сол сияқты міндеттер бар. Және де тағы бір міндеті ол осы оқылған әдебиеттерді, ауызекі әдебиет болсын, соны жазбаша, шығармашылық дамыту, жазбаша түрде, ауызша түрде шығармашылығын дамыту керек. Келесі біздің түсіндірмеміз оқу нормасының оқу жылдамдығы нормасын қалыптастыру. Яғни екінші сынып бойынша бірінші шаршылдықта 40-45 сөз оқылады, екінші шаршылдықта жарты жылдықта 50-55 сөз оқылады. Үшінші сынып бойынша бірінші жарты жылдықта 60-65 сөз, екінші жарты жылдықта 65-70 сөз оқылады. Одан кейін төртінші сыныпта бірінші жарты жылдықта 75-80 сөз, екінші жарты жылдықта 80-90 сөзге дейін оқылатындығын білдік. Негізгі дұрысымыз асырып математика мұғалімі айтты, бірінші сабаққа немесе екінші сабаққа қойып берші деді. Ал тарих мұғалімі келді, бірінші сабаққа немесе үшінші сабаққа қойып берші деді. Әдебиет мұғалімі мұғалім емес, үш күн жастық. Үш күн, ал
айтып жүрмін шығардым. Мысалы, бірінші әдіс. Бірінші математика, екінші әдебиет, үшінші тарих. Сосын екінші мынандай әдіс шығардым. Бірге тарихты қоям, екіге математиканы қоям, үшке әдебиетті қоям. Екі әдіс шығардым. Сонда ешкім көңілі қалмайды. Сыныпта 35 оқушы бар. Осы оқушылардың ішінен бір старостан, бір орынбасарын, бір редколлегия мүшесін және бір спорт секторын сайлаудың неше тәсілі бар. Енді біз былай есептедік. Старостаны сайлаудың 35 тәсілі бар. Орынбасардың 35-іне бірді алып қойсақ 34 рет тәсілі бар. Келесі жаңағы үшінші 34-тен бірді алып қойсақ 33 рет. Спорт секторы 33-тен бірді алып қойсақ 30 рет. Сонда жалпы бәрі 35-ге көбейту амалы деп көбейту. Курс нәтижелі, қызықты, үйретеді, оқығанды дамыту. Арттырады. толық ашуға және уақыт үнемдеуге үйрендік. 12 сағатты неге сендер 12-ден 4-те аласыңдар да неге 12-ден 1 қылып тұрсыңдар? Неге ана неге сен өйттің?
Ал 2-ден 1 деп алғанымыз ол дұрыс болады. 2-ден 1 бөлігін алдым, мына сағаттың стрелкасы. Ал 4-тен 1 деп қалай аласыз? 4-тен 1 деп стрелка тағы мына жерде 1 бөлігінде тұр, жаңылсын. Егер мынау сәл былай кеткенде мен 4-тен 2 деп алатын едім. Аналар әне 1 бөлігінде тұр, 3-тен 1, 6-дан 1 деп алдым. Әдебиеттің оқу пәні жалпы аптасына 3 сағаттан, барлығы барлығы 102 сағат. Әдебиеттің оқуда жалпы шылау, одаға, ертең сөз, қос сөздер, жеке сөз ретінде саналады. Оқу бағдарламасында әдебиеттің оқу пәнін 12-ден 1. Мен 12-ден 1 дедім. 12-ден 1 деген 1-дің арасында тек қана. Сен мына жақта вақтықта мен жаңылдым деген. 12-ден 1 бөліп тек алдым. 12-ден 1 деп ойлаймын мен. 12-ден 1. 12-ден 2.
белгілегенде үште келесіде уже мына 2 мүмкіндік, келесіде 1 мүмкіндік, 6 нұсқасы бар деп шештік. Әрқайсынан алған кезде. Сонда Маратта 6 нұсқа бар, өзі қарайды ретінде. Өзінің икеміне қарайды. Қайсыларына қатысам деп. Осылай деп шештік. Дұрыс. Бала дейтін жылдамдық, ортақ жылдамдықты табады, қашықтықты. Баланыкі мынандай сызба сызып алдық та, бірінші сызбасын сыздық. Бұл жерде бірінші баланың жылдамдығы 10 метр минут, ал доптікі 5 метр минут деп жазып. Енді 5 секундтан кейін ұстайды. Олардың арасындағы бастауышқа қашықтықты білеміз. Бұл жерде біз қуып жету қозғалысын алып тұрмыз. Себебі жылдамдығы секундта 6 метр болса, қояндығы секундта 3 метр. Birisi
Сіздерге қой сойып дайындалдық қой кәдімгідей. Рахмет.